Қайырлы күн, құрметті әріптестер, Прайм-министр сайтының студиясына қош келдіңіздер. Бүгін біз мектептегі тамақтандыру туралы айтатын боламыз. Бұл туралы бізге бүгінгі қонағымыз Нұр-Сұлтан қаласының білім басқармасы басшысының орынбасары Дулат Жекебаев айтып береді. Дулат Шайкенұлы, қош келдіңіз. Осы жылы мектепке дейінгі және мектептегі тамақтандыру ұйымдастыруда қандай өзгерістер болды, сол туралы айтып берсеңіз. Жалпы 2019 жылдан бастап мектептерде тамақтану бұрындары білім және ғылым министрлігінің 717 бұйрығымен іске асырылатын. Жаңа осы 19 жылдан бастап аталмыш бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты жаңадан 598 бұйрық шықты да, сол бұйрықпен жұмыс істедік. Яғни бұл бұйрықтағы негізгі өзгерістер ішінде, яғни біраз өзгерістер бар. Соның ішінде бір атап өтетін өзгеріс бұл жалпы осы біз елорда мектептеріне бізде іске асты. Яғни конкурстық сатып алу мектептердегі сатып алу конкурстарын орталықтандырылған жергілікті атқарушы органның шешімімен басқа орган өткізді. Яғни бұл мысалы осы елордада мемлекеттік активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы жүргізді. Былтырлары, мысалға 18-17 жылдары, оның алдыңғы жылдарыдан өзгерісі, яғни бұрындары бұл тек қана мектепте өтетін болса, мектеп басшысы өзі жаңағы комиссияның төрағасы болса, бұл жолғы комиссияларда мектеп бір лоттарда мысалға мектеп директорлар болса, кейбір лоттарда ата-аналар, кейбір лоттарда басқа да кісілер, яғни комиссияның төрағалары болды. Бұл бір. Екіншіден комиссия мүшелерін биыл біз күшейтіп, оған көбіне ата-аналарды өте көп жұмылдырдық. Үшіншіден мынау қаладағы 4 аудандағы 4 аудандық Нұр Отан партиясының филиалдарының қызметкерлер көп қатысты. Яғни бұл кісілер бірінші күннен бастап, құжаттардың ашылуынан бастап, ең соңғы ең шешім қабылдағанға дейін қатысты. Жалпы осы біздің әкімшілікпен Нұр Отан партиясының арасында сондай мектептегі тамақтану деген сондай бір жоба бар. Нұр Отан партиясы жүргізіп келеді. Сол жоба шеңберінде осындай біріккен жұмыстар жүрді. Яғни бұл мемлекеттік активтермен және мемлекеттік сатып алу басқармасының өткізілуінде бұл сапаға жақсы әсер етті деп ойлаймыз. Себебі, яғни осы сатып алу ісімен айналысатын өз ісінің шеберлер жұмысты атқарған. Сондай осы биылғы жылғы 19 жылдағы заң өзгерістері енгізуіне байланысты. Көп рахмет сізге. Өткен жылы мектеп асханаларындағы әз-мәзірін қайта қарап, тұтынуға тыйым салынған өнімдер тізімін жаңарту жоспарлаған еді. Қазір балабақшалар мен мектептерде қандай өнімдерге тыйым салынған? Сол туралы айтып берсеңіз. Бұл 2018 жыл желтоқсан айында мынау қоғамдық денсаулық қорғау департаменттері өздерінің сайттарында да берді. Яғни негізгі бірнеше тағамдарды мектептердің, балабақшалардың асханаларында болмауға және пайдалануға болмайтын тізімдер шықты. Сол пайдалануға болмайтын тізімге байланысты, өзгеруіне байланысты біз жаңа 19 жылдан бастап жаңадан мектептегі тағамның ас мәзірін өзгерттік. Яғни мысалға былтырлары біз 18 жылдары ата-аналармен бірігіп мектептердегі балалардың тамақтануын жай-күйін қарастырған кезде балалардың тарапынан, ата-аналардың тарапынан біраз осы мектептің ас мәзірі жөнінде біраз ұсыныс пікірлерін ескере отырып, мынау қаламызда осындай бір институт бар, тағамтану, дұрыс тамақтану деген. Сол тағамтану институтымен бірігіп жаңадан ас мәзірін істеп шықтық. Жалпы бұл жерде бір айта кететін жай, жалпы мектептердегі
тамақтандыру мен балабақшадан кішкене өзгеріс бар бұнда. Яғни мектептерде жаңағы не өтеді, конкурс өтеді, оған мысалға жеке кәсіпкер келіп жұмыс істейді мектепте. А балабақшада конкурс арқылы тек қана керекті тағамдар сатып алады, а тамақ дайындайтын ол балабақшаның өзінің штаттағы бар аспазшылар. Көп рахмет. Өткен жылы мектеп асханалары үшін азық-түлікті орталықтандырылған сатып алу жүйесін жетілдіру мәселесі көтерілді. Нәтижесінде қандай шешім қабылданды? Бұл жаңағы қала әкімінің шешімімен, қала әкімдігінің шешімімен биылғы 19 жыл конкурстық жұмыстардың барлығын бұрын мектептер өтседі. 19 жыл мектепте емес, білім басқармасы демес, яғни басқа басқарма, бұған ешқандай қатысы жоқ, басқа басқарма, мемлекеттік активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы конкурстық жұмыстарды солар жүргізді. Яғни орталықтандырып, осы жаңағы 598 бұйрықтағы өзгерістердің арқасында. Ал сіздің ведомство мектеп асханаларындағы азық-түлік сапасын қалай тексереді? Жалпы жаңағы 598 бұйрықта, оның алдында 717 бұйрықта да сондай мектептегі бракераждық комиссия деген комиссия құрылады. Ол комиссияның өзінің құрамына жаңағы мектеп директоры, мектептегі медбике, әлеуметтік педагог, сонымен қатар тағы да басқа ұстаздар, ең бастысы көп ата-аналар мектеп бракераждық комиссиясына кіретті. Яғни осы кісілер мектептегі тамақтанудың дұрыс ұйымдастырылуын, дұрыс болуын, ас мәзіріне сәйкес келуін соны бақылайды. Солар қарап отырады. Яғни біз былтырлар сондай жұмыстар жүргіздік. Ата-аналарды көптеп тартуға осы жұмысқа. Сол ата-аналармен бірігіп біз мектептердегі, балабақшалардағы жалпы тамақтандырудың ұйымдастыру сапасын тексеріп, бірге қарастырдық соны. Яғни ата-аналар көбірек қамтылатын болса, ата-аналар көбірек қарайтын болса, яғни сапаның жақсаруына да көп әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Яғни тек қана бұл жерде бір айта кететін жайт, яғни мектептегі болсын, балабақшада болсын, яғни асханадан әр қарай тамақ дайындайтын жерге тек қана қолында мынау санитарлық кітапшасы бар азаматты ғана кіргізеді. Сол біз соны алдын ала сонда келіскенбіз, яғни тек қана санитарлық кітапшасы бар ғана азаматтарға кіреді. Бұл мектептегі деңгей. Содан жоғары бұл қалада ведомствоаралық эксперттік топ құрылған. Бұның ішінде жаңағы қалалық депутаттың өкілі бар, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері. Соның ішінде мысалға әділет деген қоғамның өкілдері бар, ата-аналар бар. Осы қалалық ведомствоаралық эксперттік топ біз мектептерге барып, сол мектептердегі бракераждық комиссияның жұмысын тексеруін қараймыз. Қалай жүріп жатыр, өз деңгейінде ма, мектептердің сайттар уақытында толтырыла ма, ол жерде ас мәзірлері дұрыс ілініп тұр ма, дайындаған тамақтар ас мәзірмен сәйкес келе ме деген сияқты тағы да басқа сондай сұрақтар. Ата-аналар мектеп асханаларын барып көре ала ма? Кемшіліктер анықталған жағдайда олар қай жерге бара алады? Бұл асханадағы жалпы тамақ дайындауды ата-аналар көре алады. Ата-аналар, яғни мектептегі бракераждық комиссияның мен бірге кіріп, сол мектептің тамақ қалай дайындалып жатыр көріп жатады. Сосын біз биыл 19 жылдан бастап кіргізіп жатқанымыз, қазір 30 мектепте бұл істеп жатыр. Амандық болса 1 қыркүйек 19 жылдың 1 қыркүйегінде барлық мектептерде енгізіп бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Яғни мектептегі жаңа тамақ дайындайтын жер, ыстық цех дейді ғой, сол жерге камералар қойдық. Видеокамералар, ол видеокамералар, яғни мобильный приложение арқылы көріледі ата-аналар, астындағы неде жазылып жатады, оның бәрі компьютерде көруге болады. Яғни ата-аналар өз еріктерімен кез келген уақытта таңертең ерте келмеймін десе, келеді да сонда мысалға жазылған таспаны қарап көре алады. Ыстық аспен Нұр-Сұлтан қаласындағы барлық оқушылар қамтылған ба, қаншасы қамтылған? Бұл көрсеткіш артыла ма? Жалпы біз елорда мектептеріндегі
ерекшелік біз 1 мен 4 сынып аралығындағы оқушылардың барлығына бюджет тарапынан ыстық тамақпен қамтамасыз еткенбіз. Сонымен қатар 5 сыныптан 11 сынып аралығындағы оқушылар бірнеше категория балалар бар. Солар жаңағыдай ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Осы жұмысты біз әрі қарай жалғастырып, мынау қала әкімінің өзінің ұсынысы бойынша жаңа оқу жылынан бастап, яғни 1 қыркүйектен бастап осы топқа көп балалы үйден шыққан балаларды да қосу қазір жұмыс істеп жатырмыз. Көп рахмет сізге, Дулат Шайкенұлы. Сау болыңыз.